Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Мамырдың алғашқы демалыстары ауа райы қандай болады? Қазақстан бойынша 2026 жылғы 1 мамыр мен 2 мамырға арналған ауа райы болжамы. Синоптиктер 2026 жылғы 1 мен 2 мамыр аралығына арналған ауа райы болжамын жариялады. Мамырдың алғашқы мерекелік күндерінде Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр, найзағай және бұршақ. Алдағы 3 күнде еліміздің көптеген өңірінде жауын-шашын күтіледі. 2 мамырда оңтүстік пен және оңтүстік шығыс аймақтарында қатты жаңбыр жауады. Кей жерлерде найзағай ойнап, бұршақ жауу және екпінді жел соғуы мүмкін. Ал оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл мазалауы ықтимал. Күн қай жерде ашық болады. Мереке күндері барлық жерде күн жаңбырмалы болмайды. Солтүстік пен орталықта, шығыс облыстарда 3 күн бойы жауын-шашынсыз жылы ауа райы сақталады. Аптап ыстық пен үсік қатар жүреді. Аймақтарда температура көрсеткіштері бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Жылынатын аймақтар шығыс пен оңтүстік шығыста ауа температурасы 32 градусқа дейін көтеріліп, нағыз жазғы ауа райы орнайды. Солтүстік батыста да күн біртіндеп жылынып 25 градусқа жетеді. Салқындайтын аймақтар елдің батысында 10-15, солтүстігінде 12-18 шамасында болады. Үсік қаупі. Түнгі уақытта республиканың батыс, шығыс, солтүстік және солтүстік батыс өңірінде ауа температурасы 3 градусқа дейін төмендеп, үсік жүруі мүмкін. Сонымен қатар, республика бойынша түнгі және таңғы сағаттарда тұман түсетіндіктен жолға шығатын жүргізушілерге сақ болуды ескеріледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.